Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында осындай керемет бургерлер дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәл осылай балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Және де бургерге арналған булочкалердің видеосын астыға салып кететін боламыз. Содан қарап алсаңыздар болады. 500 грамм фаршымызға бір пиязымызды үккіштен өткізіп қосамыз. Одан кейін бұрышымызды, тұзымызды, паприкамызды қосып жақсылап араластырамыз. Өзінің дәміне қарай қоссаңыздар болады. Одан кейін мен пергамент бумагасын қиып дайындап қойдым. Пергамент бумагасына фаршты қатты жабыспайды. Қуырған кезде өте ыңғайлы. Және де үстіне бір пергамент бумагасын қосып, дәл осылай оқтауымызбен немесе қолымызбен түзеулеп жасап алсаңыздар болады. Барлығын дәл осылай дайындап алып, морозильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, дәл осылай видеодағыдай бетін жауып қойып қуыратын боламыз. Мінекей біздің котлетіміз дайын болды. Дәл осылай барлығын қуырып шығамыз. Ендігі соусын дайындаймыз. Оған мен кетчуп және майонез алып жақсылап араластырып алдым. Одан кейін қиярымызды барлығын турап алып дайындап қойдым. Мен чизбургерге арналған сыр қолдандым. Және де осындай бургерге арналған булочкамызды табамызға қыздырып аламыз екі жағын. Екі жағын қыздырып алғаннан кейін үстіне соусымызды жағып екі жағына. Одан кейін салатный листімізді, жапырағымызды қойып, котлетімізді, сырымызды, және де қияр помидорымызды қойып, қайтадан сыр қойып, одан кейін пиязымызды қосып, жақсылап осылай дайын болды. Міне өте оңай жасалады. Балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.